Әке жыры. Бұл менмін, әке, мен ғой келіп тұрған қызыңмын ғой, нағытайыңмын ғой, әке, естисің бе? Қос жанарыма толған, көкірек жасымды тия алмай өксі қысқан жаным бір сәтке шырыл қақты. Сол шырылдаған жанымның алқына соққан жүрегі шіркін де аузыма тығылып, әке, бұл мен ғой келіп тұрған қызыңмын ғой, нағытайыңмын ғой, әке, естисің бе деген осы бір сөзді іштей қайталаумен тұрмын. Кешегі қанды қырғын соғыс жүріп өткен, Ресейдің орманды сызды Невель қаласының совет жауынгерлері жерленген бауырластар зиратына келіп тұрып, жанымның егілгенін, көңілімнің борша етіп езілгенін қайтерсің. Бертін, тек бертін ғана қолыма түскен әкемнің жалғыз ғана суретінен оның бейнесін танып, сол бір асыл бейнені көкірегімде ұзақ жылдар бойы тіпті өмір бойы сақтап келе жатырмын. Енді міне әке, қабіріңнің басында тұрып мына көкірек неге ғана қарс айрылмасын, жаным неге аңрамасын? Шіркін, бұл дүние кімді мұратына жеткізгендейсіз? Жетімдіктің жеті есігінен өтіп, өгейлік өзегін тескен жалғыз мен ғана ма екенмін? Тірі пенденің көрер қызығын да, тартар азабын да бір жаратқан әуелде әркімнің өз маңдайына жазып қояды дейді ғой. Мен де сол өз маңдайыма жазылған дүние жалғанның кермек дәмін де татып, кереметін де көріп жүріп жатырмын. Шүкір тәуба деймін де, әке, ақыры таптым өзіңді. Қабіріңді тауып тұрмын, естисің бе? Жер бетінде қалдырған жалғыз ізің мен болсам, мен де сол өзің тастап, тіпті тым ерте мына жарық дүниеге екі-ақ жасымда қалдырып кете барған, өзіңді өмір бойы іздеумен, көксеумен, өмір бойы аңсаумен күн кештім деген оймен толқимын. Толқыған көңілімнің дегбірін бір сәтке баса тұрдым да, жүздеген тіпті мыңдаған жауынгерлер жерленген, мына қабірде менің де қайран әкемнің сүйегі жатыр-ау, деген ой санамды билеп, іштей дұға қылдым да, әкемнің әруағына басымды идім. Есімді жиып, етегімді жапқан, бір кездері көкірегімнің түкпірінде сағыныш болып, шырмалып жатқан әкемнің кім екенін, ата тегін білмекке, құштарланып қай майданға соғысқанын анықтамақ болып, елесімдегі әкемді іздей бастадым. Әуелі Совет одағының қорғаныс министрлігіне сұрау хат жазып, әкем Әбітай Кішкенов жайлы деректерді сұрастырдым. Сол хатыма қорғаныс министрлігі жауап беріп, әкем Әбітайдың Невель қаласы үшін болған шайқаста оққа ұшқандығын дерегін жеткізіпті. Осы бір хабарды алғаннан кейін дегбірім қашып мазам кете бастады. Невель деген бір ауыз сөздің жүрегіме орныққан соншалықты қазақ жазушыларының соғыс тақырыбында жазған кітаптарын іздеп жүріп оқитын болдым. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ардақты да абзал бір ағамыз Әзекеңнің Әзілхан Нұршайықовтың Невель үшін болған соғысқа қатысқанын оқып, білгеннен кейін енді сол бір адамды көріп сөйлескім келді. Менің де әкем Невель үшін шайқасқа қатысқанын айтсам деп ойладым. Бәлкім, Әзекең менің әкемді біліп те қалар деген үмітімнің де бір жарық сәулесі жылт етті. Қанша айтқанмен әкемнен бір майданда жүріп, бір жерде топырағын бірге басты ғой. Әзекеңмен бір жолығып, батасын алғым келді де тұрды. Әйтеуір осы бір ойлаған ойым жүзеге асып, Әзілхан ағамен кездесіп, әңгімелесуді сәті де түсті. Ауруханада емделіп жатқанына қарамастан, Әзілхан ағамыз әдейі өзін іздеп келген Кенжекең екеумізді жылы да жайдары көңілмен қарсы алды. Біраз әңгіме айтылды. Майдан жайлы біраз жайға қаныққан болдым. Әзекеңнің әзерлі әңгімесіне риза болып, алғысымды айтып иығына шапан жаптым. Мен мұны Әзілхан ағамыздың иығына жапқан шапанымды ең әуелі өз әкемнің, одан қалды өз әкемнен бірге соғысқан барлық Невель жауынгерлердің иықтарына жаптым. Солардың бәрінде көрсеткен құрметім деп сезіндім. Жазушы ағамызбен әңгімелесіп отырып, мен өз әкемді танығандай болдым. Әкемнің тынысын сезінгендей әсерде отырдым. Ғайыпта жүрген әкем маған бір табан жақындай, түскендей әсерге бөленді. Әйтеуір бойым бір жазылып, еңсем көтеріліп жақсы болып қалдым.
Әкеме деген көңілімнің осы бір перзенттің аңсары енді міне Навелге де алып келді. Менің жасым болса 60-тан асса да, бір баланың көңіліндей алып ұшқан жанымды да ала келдім әкеме. Қасымда ортаншы ұлым Ерланым бар. Әуелі ұшақпен келіп, Мәскеуге түстік те сол арада жеңіл бір автокөлікке отырып, кештетіп Навел қаласына да жеттік. Ымырт түсіп, жұмыс уақыты аяқталып қалғанына қарамастан, Навел қалалық әскери комиссариатының дағылар бізді жылы шыраймен қарсы алды. Жай жапсарды түсіндірді. Менің әкем де бұл қалада қаза тапқан жауынгерлер тізіміне ілінбепті. Бұл үшін әрине біреуді кінәлаудың де реті жоқ қой деп ойладым. Қырғын соғыс даласында, қалың жынысты орман арасында, жан алыс жан беріс шайқаста оққа ұшып, біреуі көмілген, енді біреулері көмусіз қалған жауынгерлердің бәрінің бірдей аты жөндерін түгендеудің мүмкіндігі болмағандай. Қолымдағы Совет одағы қорғаныс министрлігінен алынған анықтама құжатының негізінде әкемнің Навел үшін болған шайқаста қаза болған жауынгерлер тізіміне енгізу жөнінде әскери комиссариатының шешімін шығартып алдым. Сөйтіп менің әкем де есімде бауырластар зиратындағы Совет жауынгерлеріне орнатылған мемориалдың ескерткіш жақтағы жазылатын болып шешілді. Бізге Қазақстаннан көп адамдар келіп жатады. Қазақтардың соғыста қаза тапқан туыстарына ағайын бауырлас деген ықылас ниеттері құрметте айрықша деп Невелдің халқы бізге де ыстық ілтипат көрсетті. Дастархан жайып, әкемізді еске де алғандай болдық. Елден шығарып ала келе Құранымыздың бар еді. Ұлым Ерлан екеуміз сол Құранды білгенімізше оқып, мезіретін жасадық. Невелдің әскери комиссариатында елге қайтып келген соңда дүркін хабарласып тұрдық. Отбасы, обалы, нешік олар уәделерінде тұрып, айтқандарын орындады. Енді қазір менің әкемнің қызыл әскер жауынгері Әбітай Кішкеновтың есімі де Навел қаласындағы бауырластар зиратындағы тас тақтаға ойып жазылды. Қандай да бір тарихи оқиғаның мән мағынасы уақыт озған сайын айқындала түсетіні бар. Еліміздің егемендігін алғаннан кейін жер-жерде өткен ғасырдың 20-30 жылдарының арашалығында құрбан болғандарға халық жауы деген жалған жаламен жазықсыз айдалып кеткендерге, соғыстан оралмағандарға арнап ас беріп, солардың есімдерін еске алып, сауапты іс атқарылып жатқан бір тұста Жезқазғанда тұратын анам телефон соқты. Жездіде әскерден оралмағандарға ескерткіш белгі қойылған жатқан көрінеді. Сенің әкең де әскерге Жездіден алынған болатын, бірақ есіміміз тізімде жоқ дейді. Ескерткішке жазылмай қалып жүре ме деген анамның хабарынан кейін ойдан қырдан іздеу салып жинаған қолымдағы бар құжаттарымды Жездің әскери комиссариатына дереу салып жібердім. Әйтеуір сөйтіп менің әкемнің есімінде Жездідегі соғыс құрбандарының құрметіне қойылған ескерткіштінде тақтасына жазылып қалды. Әке алдындағы перзенттік бір парызымды өтегендей болдым. Әкемнің сүйегі жатқан Невел қаласына барып келген сапарымнан соң Алматыда әкемнің аруағына арнап Құран оқытып ас бердім. Әуелде бұл асты әкемнің туған жеріне барып бергім де келгені бар. Алайда кімге барармын? Әкемнің соғысқа аттанған жері Жезқазғанды да ойладым. Бұл арада да әкемді онан кейін қалды. Бізде білетіндер мен танитындар да тым шамалы еді. Осыны ойладым да, Құранның сауабы қай жерде оқылса да тиер деген ниетпен әкеме арналған асты Алматыда беруді ұйғардық. Мейрамханада өткізілген бұл асқа Бәйкең аға, Әшімов бастаған халқымыздың біраз жақсылары мен жайсаңдары, көрнекті мемлекет және қоғам ғылым мәдениет қайраткерлері, жақын жекжат туыстарымыз бен жора жолдастарымыз қатысты. Мәңгілікке не бар дейсіз бұл дүниеде? Бәрі де өткінші, бәрі де алдамшы. Дүниенің тіршілігін кешіп жүріп жатқан адам пенде дегенімен жер бетіндегі өзінің тіршілігін аяқтайтын қылталы бір тұсқа келіп жететін болады әйтеуір. Мен де ертең дүниеден озып кетсем, әкемнің есімі атаусыз тіпті беймәлім қалууда алаңдаумен күні кешіп едім. Қарағай өзін кессең түбі қалар,
Екеудің біреуі өлсе бірі қалар, жалғыздың өзі өлсе кімі қалар деген ақын Мәдидің шерімен жүрген өз тіршілігімде жалғыз әкемнің жер бетіне атаусыз қалмауын ойлаумен болған мен де, не баласы болып тізесіне отыра алмаған, не болмаса еркелеп, бірде-бір рет мойнына асыла алмай, тіпті оның айтасыз тірі күніндегі бейнесінде еркін тани алмай кеткен әкемнің, жан әкемнің өзімнен болмаса да, оның рухымен міне осылайша табысқан едім. Өмірдің жан шуағы ананың мейірімінен бастау алар болса, өмірдегі еркелігің де өз әкеңнің өзіңді еркелетуімен бастала ма деп те ойлаймын. Сол ананың мейірімімен сол әкенің еркелігі жетпеді ғой бір маған. Әкеме деген көңіл аңсарым ұлғайған сайын, сол әкемнің кім және қандай адам болғандығын білуге деген құштарлығым да айрықша болды. Әке, мен өзіңді өмір бойы іздедім. Иланасың ба әке, күнбе күнгі тіршіліктен қолым босай қалса болды, көкірегімде өзің келіп қонақтайтынсың. Көз алдымда өз бейнеңді елестете алсам да, әйтеуір мына менде жарық дүниеге әкелген әкем бар ғой, ол кім, ол қандай адам деген ойлар мені іштей алысатынмын. Кейін білдім ғой, тамыр жайып өскен соң бір тұқымның ұрпағы екенім. Менің әкем де, әкемнің әкесі, яғни менің атам кішкене де жалғыз екен. Мен де жалғызбын. Сол жалғыздықтың жарға соққан жарғақ басымен жүріп, бала кезімде әке әбітай жайлы әркімнен естіген әңгімелерді ғана еміс қана есіме түсіре аламын осы күні. Сосын өзімнің туған анам Ақжарқын да оқта-текте болса да көңілі босай отырып, әкем жайлы өзінің сағыныш сарына мұңын қосып шертетіні де болатын. Жарықтық әкең көрікті, өзі сымбатты еді ғой деп отыратын анам Ақжарқын. Өзінің домбыра тартып, ән салатын серілігі де болушы еді. Қайран анам, ол да болса әкем жайлы осы бір жайды ғана айтар еді де, ауыр бір күрсініп алатында, үнсіз қалатын. Сол үнсіз отырар анамның жүзіндегі ауыр бір мұңнан арыла алмай кеткен қасіретін ойласам болды. Жастайынан жесір қалған, онан соң тұрмыстың тауқыметін тартқан анам Ақжарқынның бір басына жетерлік бейнет шекендігін ұғынатынмын. Әкем жайлы тағы да айта түсші дейтінмін. Үзілген әңгімені онан ары жалғастырғым келіп. Қарағым-ау, енді несін айтайын? Шіркін, несін айтайын? Айттым да айтамай. Ақа деумен кетті ғой, деп анам мұны да әрі де үнсіз қалып менің әкемнен ол да іштей ғана сырласатындай болып көрінетін. Анам байғұс әкемнің тіпті қай майданда соғысқанын да, қай жерде қайтыс болғанын да есіне түсіре алмайтын. Тіпті әкемнің майданнан жазған хаттарын да сол майдан даласынан әкемнің оққа ұшқандығы жөнінде хабар салған қаралы қағазды да сақтай алмағандығына қатты бір өкінетінім бар. Ленинградтың маңында соғыста ма екен, осы деп отырар анамның осы бір ауыз сөзін ескеріп, Ленинградқа, қазіргі Санкт-Петербург қаласына да арнайы барып әкемнің бір дерегін іздестірген кездерімде болды. Соғыс пен сол соғыстың қатал құрсауында қасіретін көп тартқан ленинградтықтар Нева жалғасындағы өздерінің қасиетті қаласы үшін соғысқан әр жауынгердің есімдерін тізімдеп, түгендеп қойған десем де болады. Олардың жауынгер ерлігін ескеріп, аса қадір тұтатындықтарына тәнті болардың және де бар. Алайда Ленинград үшін болған шайқаста қатысқандардың деректерінен менің әкемнің есімі шықпай қойды. Сол анам әкемнің жазған мына бір өлеңдерінде үзіп-жұлып есіне түсіріп отыратын болатын. Туысым бірге Нұрманбай, мінезіңе көңілім жай, сағынғаннан хат жазған мынау әнінің әбітай. Құлмаған бет бауырым, айтушы едің сөздің ауырын, ермаған бетті жібермей кетерімде не қылдың, бұл жазғаным өлең ғой. Білдігер саған көңіл ғой, Смағұл тірі болғанда ешкім зорлық қылмас ет, баласы болса деген ой.
Қайран әкем, сен де жалғыздықтың зардабын тарттың ба екен, жалғыздықты сен де зарлатты ма екен? Бір хат алмай елімнен көзімнің жасы көл болды деген немесе Смағұл тірі болғанда ешкім зорлық қылмас еді деп жазып кеткен әке өлеңнің жолдарынан қайыра-қайыра оқимын да ой елегінен өткізгендей боламын. Арқаның қасиетті бір алқабы Атбасар өңірінде 1911 жылы дүниеге келген әкем өз ағайын туыстарынан әлде бір зорлық, әлде бір жәбір көрді ме екен деп ойланамын да осы күні еліне, өзінің ағайын туыстарына деген көңілінде бір реніш әйтеуір болған-ау деп топшылаймын. Жастығына да қарамастан Ташкент қаласына оқуға кетіп қалғанында, және де сондағы оқу бітіргеннен кейін де өзінің туған еліне оралмай, жезқазғаннан ел жұртын жағалап кеткендігіне қарағанда, өз ағайыннан көңілі қалған бір тұсы болған да шығар. Көңіл шіркін, нәзіктігін не қыларсың? Сол нәзік көңіліндегі көп ойларды мұң болып, манаураған сағыныш болып, сарғайған сағым жылдарымен аптыққан апталар, бірде келген, бірде күңіренген күндер, елесіне өз әкемнің жарқын бейнесі тауып алып, сол бір жансыз бейнені көңіл құшағымен құшырлана құшақтап алған қайран әке, мен енді өзіңнен қайыра бір көз жазып айырыла қалғым келмейді. Әке, бір өзіңнен жоқ болғаныңнан әбден зарықтым, тарықтым, жыладым. Ендігі қалған ғұмырымда жаралы жанымды жылатып, жүрегімнің түпкірінде жатып ақ, жетімдіктен жетіліп, қаяу көңілімнен бүгінгі көк аспанның көркейтіп, басымдағы бүгінгі бағымның, бүгінгі базарлы өмірімнің дәулеті мен ырысы шалқыған бүгінгі шаңырағымның, сол шаңырағымның оннан қалды. Өз қалың еліңнің қадірісі болып отырған ерімнің ұлдары мен немерелеріңнің сорлары, ұлдарым мен немерелерімнің солардан өсіп өрби бастаған үрім бұтағымның бір алладан кейінгі қорғаушысы да қолдаушысы да өзің болып, мәңгі тіпті мәңгіліктің мәңгілігі болып қала берші. Міне, ой тербеген көңілім осылай дейді де осы күні. Өзіңнің талабың, өзіңнің күшімен жүріп, Ташкентте оқып білім алған әкем Жезқазғанда мұғалім болып қызмет істеді. Үйленді. Менің анам Ақжарқын екеуі тұрмыс құрғаннан кейін әкем Атбасар жақтағы елінде қалған өзінің анасын да қолына көшіріп алып келіпті. 1941 жылдың 22 маусым күні басталып кете барған соғыс дегеніңіз өмірге талпынған талайлардың тағдырын қиып түсіп, талайлардың маңдайын тасқа соққан жоқ па? Қаншама ғұмырлар қиылды, қаншама аналар аңырап қалды, қаншама үміттер үзіліп, армандар сөнді, жәудіреген жетімдер қалды. Сол соғысқа кеткен, әке соңынан жәудіреп қалған, бергендердің бірі мен едім. Әке майданға аттанғанда 2-ақ жаста екенмін. Үлбіреген өз жары мен жалғыз ұлын паналап, соның тілеуін тілеумен отырған анасы мен де аз ғана уақыт бірге өмір сүрген әкем де сол кеткеннен өз шаңырағынан қайтып оралмады. Оралмай кетті. Шіркін деймін. Дүниені сол бір соғыс өрті шарпымағанда, менің әкемнің де, онан кейінгі біздің де тағдырымыз қалай қалыптасар екен деп ойлаймын осы күні. Мұғалімдік қызметін бастап, қанатын енді қомданып, биіктерге самғауға ұмтылған, жүрген тұрған, ортасына беделі артып, жора жолдасы көбейіп, жақсы атты шығып келе жатқан шағында, соғысқа аттанып кете барған әкемнің де, оқ тиген көкірегінде қаншама армандары мен үміттері сөнді екен деп қамығамын. Әкем болғанда бар ғой, міне осы бір әкем болғанда бар ғой деген ой алаң көңілімнен, тәтті бір мұңның осы күнге дейін қозғап кетерін қайтерсіз. Және де бұл жалғыз менің ғана көкейімді тесіп келе жатыр дейсіз бе? Бұл күйді басынан кешіп жүрген жалғыз мен ғана екенмін. Шіркін, сол соғыстан оралмаған өз әкелерін бір көруге зар болып, ер жеткендер мен мәңгі зарығып та зар иленіп де өткендер қаншама десеңізші. Өмір, ол да өтіп жатыр. Өтеді ол, сол бір өтіп жатқан өмірінің өз жыры мен өз сыры болады екен әрдайым. Менікі әке жыры, әке сыры таусылмайтын, тіпті мәңгі бітпейтін де, әке жырының сырын баяндап қолыма қалам алып,
қағазға түсірсем болды. Бар ғұмырының жетпеген, жеткізбей кеткен бір елес дүниесі бар екендігін ұғынамын. Ол әке деген дүние екен. Сол дүние дегеннің де бар байлығы осы әкем екен деп те ойлаймын. Өтпелі дүниенің таршылығын тартсам да, енді қазір Құдайға шүкір сол дүние атаулының бал қаймағын шайқап ішіп отырсам да, жаңағы әке дүниенің орны үңірейіп бос қала беретінін бәлкім мен сияқты әкесіз өскендер ғана ұғынар, сол ғана түсінер менің жайымды. Анам Ақжарқын менің әкем тұрмысқа шыққанында өте жаста болса керек. Тұңғышы мен туғанда анамның жасы небәрі 16-да екен. Тым жас болғаннан соң ба, маған сонша бір аналық мейірімі де оянып, елжірей де қоймаса керек. Әлде жас болған соң ба, түнгі ұйқысын бөлінгендігінен мезі болып шаршады ма, болмаса балалығы ма, әжем үйде жоқта мені баласы жоқ бір адамға 100 сомға беріп жіберіпті. Кейін сол қылығын өзі де түсіндіре алмайтын еді. Әжем байқыз үйге келісімен бірден менің жоқтығымды сезіп қалады да, «Әй бала, қайда?» дейді әжем анама алар қарап. «Әй бала, қайда деймін?» Мен үшін алған 100 сом ақшаны дүкеннен қант, шай, түрлі тәттілер сатып алып, дастарханды толтырып қойып, жайбарақат шай қамдап жүрген анам айтады екен. «Апау, қайтесіз соны, бала керек болса басқаның ақ тауып берейін», деген келіннің мына сөзіне әжем қатты ренжіп, анама ұрсып 100 сом ақшаларын кері қайтарып, мені өз барып алып келіпті. Әжем байғұс қайтсын енді. Қаяу көңілінің медет болып жалғыз ұлынан қалған жалғыз тұяқ мен едім ғой, шіркін-ай. 1941 жылы әкем соғысқа аттанып кеткенінде, анамның ішінде қалып сол 41-дің соңында ала туған інім Қуанышбек те тұрақтап қалмады ғой. Өзінің Қуанышбек атты ұлы туғанынан әкем хат арқылы естіп біліпті. Қатты жараланып, госпитальда жатырмын деген әкемнің соңғы хатынан кейін көп ұзамай, яғни 1941 жылы әкемнің қағазы жөнінде қаралы қағаз да келіпті. Жалғасы бар.